Робототехниканың даму тарихы. Ежелгі Грекия мен Римде алғашқы қарапайым автоматтар ойлап табылған. Мысалы, ежелгі грек өнертапқышы Герон Александриялық құбырлар мен тетіктер арқылы жұмыс істейтін алғашқы автоматтарды жасаған. Қытай және ислам әлемі шығыс елдерінде де роботтарға ұқсас құрылғылар болған. Орта ғасырларда Еуропада сағат механизмдеріне негізделген автоматтар жасалды. Қалалардағы сағаттар белгілі бір уақытта қоңырау соғып, мүсіндерді қозғалта алатын болды. Леонардо да Винчи 1495 жылы адам пішіндес механикалық батыр жобасын жасады. Бұл да Винчи роботы қол, аяқ және басын қозғалта алатын болған. Бұл кезеңде сағат механикасы мен бұл қозғалтқыштары дамып, күрделі автоматтар пайда болды. Мысалы, швейцариялық шеберлер жануарлардың қозғалысына ұқсас автоматтарды жасай алды. 1920 жыл чех жазушысы Карел Чапек робот терминін алғаш рет қолданды. 1940-1950 жылдары электрондық компьютерлер мен алғашқы есептеу машиналарының дамуы робототехниканың жаңа дәуірін ашты. 1956 жыл Джордж Девол және Джозеф Энгельбергер алғашқы өнеркәсіптік роботты құрастырды. Ол яномет деп аталды және автомобиль өндірісінде қолданылды. 2010 жылдар робототехника қарқынды дамып, өндірілді. 2010 жылы Жапонияның Honda компаниясы адам тәріздес әзімі роботын таныстырды. Ол жүре алады және қарапайым әрекеттерді орындай алды.